Кондиционер іздеп, мінекей мына компанияға қоңырау шалғанмын. Алматыдағы компания. Маған орысша жауап берді. Көп бірнеше жауап берген жоқ мүлдем. Сосын мұнда несі бар екен, WhatsApp бар екен, WhatsAppқа да жауап берген жоқ. Сосын мен отзыв дегенге жазып жібергем, мінекей бәленбай рет звондадым, ешқандай не жоқ екен деп. Содан кейін енді бір уақытта телефонды алдым, тек қана орысша жауап берді. Сосын мен айттым, мінекей осындай кондиционер маған керек еді дедім. Олар айтады, мен түсінбеймін деді. Мен түсінбеймін деді. Орысша енді консультация беруші едім деген сондай сыңай танытты. Сосын маған айтты, маған звондайды деді. Маған звондаған жоқ. 4 сағаттай өтті ме, 5 сағаттай өтті, білмеймін әйтеуір. Бірнеше рет звондадым, трубканы алмайды, сосын бір рет алды да, айда сізге қазір звондайды. Ешкім жауап берген жоқ. Енді жауап берген кісі, Әділ деген менеджер, ол маған енді сөзден сөз шығып, ол маған айтып жатыр. Сіз дейді, нацисткасыз ба? Сіз орысша білсеңіз, сіз неге орысша қызмет алмайсыз? Мен айттым, маған қызықтысы, сіз маған жауап беріңіз дедім. Сонда қазақ тілдерге дискриминация, сонда сіздер мұна тек қана ол айтады, дүйсенбі күні дейді, мен сізге звондаймын. Жауап берем дедім, звондаймын дедім, сөйтіп айтты. Сосын мен айттым, неге сондай дискриминация болып жатыр? Тек қана дүйсенбі күні қазақ тілдерге неде сіз жұмыс күндері, демалыс күндері сіздер орыс тілдерге әр күнде, соның ішінде демалыс күнде де қызмет ете бересіңдер. Сосын айтады, сіз нацисткасыз ба дейді. Маған айтады, осылай нацисткасыз ба дейді. Мінекей қараңыздар. Компанияның несі қарап отырсаңыздар, тек қана орысша қойылған. Мұнда тіл таңдау деген функция да жоқ, мысалы. Тіл таңдау функция болса, мынау адам дұрысты, мынау Ресейдің компаниясы ма, Ресей Федерациясының. Біздің өзіміздің мәңгүрттер ма, енді, вот именно что нацистар мыналар ғой. Қазақ тілінде, қазақ тілін таңдауға да қоймаған. Қазақ тілі міндетті автоматтық түрде қойылатын тіл. Қызмет көрсету қандай компания болмасын. Сосын бір бұрышына орыс тілін таңдауға қойып қойға болады. Бірақ та мына компания мінекей қазақ тілі ешқайда жоқ, орыс тілі мінекей нағыз әсіреуілшіл компания осы болып тұр. Маған айтып тұр менеджер жаңағы Әділ деген бала, қазақша таптаза сөйлеп тұр. Енді орыс қылма, кім енді, мен ұқпадым, ол қандай адам екен, қалай мен мемлекеттік тілде қызмет талап етіп тұрсам, маған айтады, сіз нацистсіз ба? Сіз неге орыс тілінде қызмет ала бермейсіз? Мінекей масқара, мінекей кім компанияның осының бастығы, кім айтып береді? Бүкіл Қазақстан, қараңыздар, мынау компания, неме қандай компания бізде? Мынау Ресейден келген ба? Не үшін мінекей болып жатырмыз осылай? Масқара. Сол, мына компания не адам дұрысты тілде қызмет көрсетсін, не осылай дискриминация жасаса қазақ тілдерге, қазақ тілі мемлекеттік тіл, оны ешкім алып тастаған жоқ, мына компанияға да бермейміз, онда Ресей Федерациясына кету керек. Таратыңыздар, мына компанияны не жөнге салдыруға, не кетіруге көмектесіңіздер.